Құрметті мұғалімдер мен қонақтар, назар аударыңыз. Біз бастаймыз. 5 4 3 2 1 Өткен оқу жылы еліміздің білім беру жүйесі үшін стратегиялық жаңғыру мен сапалық серпілістің маңызды кезеңі. Бүгін сіздермен Қарасай ауданында жүзеге асқан келешек мектептері жобасының жетістіктерімен бөлісемін. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев білім сапасын арттыруды, мектеп инфрақұрылымын жаңғыртуды және педагог мәртебесін көтеруді ұлттық басымдық ретінде айқындады. Осы мақсатта келешек мектептері ұлттық жобасы жүзеге асуда. Бұл бастама білім беру жүйемізді жаңа сапалық деңгейге көтереді. Өткен оқу жылында Қарасай ауданында 6 заманауи мектеп пайдалануға берілді. Оның 5-еуі ауылдық елді мекендерде. Бұл шешім 7 мыңға жуық ауыл оқушысын жаңа үлгідегі мектеппен қамтамасыз етіп, өңірлік білім инфрақұрылымын дамытудың тарихи кезеңіне айналды. Жаңа мектептер Долан ауылындағы апаттық мектептің орнын басты. Көкөзек пен Қошмамбет ауылдарында 3 ауысымдық оқу тоқтады. Елтай ауылындағы жаңа білім ошағы 3 ауысымға көшу қаупін болдырмады. Қаскелеңдегі жайлы мектеп орын тапшылығын азайтты. Атаулы мектептерде 9 мыңға жоқ оқушылар ұлттық құндылық пен заманауи білім алады. Сонымен қатар келешек кетіс бағыты аясында оқушылардың қауіпсіз әрі қолайлы оқу ортасы қамтамасыз етілді. 1500-ден астам бала тұрақты тасымалмен қамтылды. Бұл білім сапасының артуына және қауіпсіздікке қосқан үлес. Мұнда қауіпсіз орта, цифрлық кеңістік пен ұлттық тәрбие қатар жүреді. Келешек ұстаз болашақ ұстаздың кәсіби әлеуетін арттыру бағыты. Келешек мектептерінде 614 педагог білім береді. 400-ден астам ұстаз біліктілігін арттыру курстарынан өтіп, цифрлық, әдістемелік және кәсіби дағдыларын жетілдірді. Келешек AI мен Science болашақтың ғылымы мен технологиясына жол ашады. Жаңа мектептер робототехника кабинеттермен, STEM зертханалармен, шығармашылық залдармен және спорт инфрақұрылымымен жабдықталды. Оқушыларымыз республикалық және облыстық деңгейде жүлделі орындарға ие болды. Робототехника, инновациялық жобалар, олимпиадаларда үздік нәтиже көрсетті. Келешек мектептерінің оқушылары Дарын First Championship инновациялық жобасында үздік нәтижелер көрсетіп, сертификаттарға ие болды. Қонаев қаласында өткен облыстық Роботек Grand Tournament байқауында да 2 және 3 орындарға ие болды. Сонымен қатар келешек мектептерінде түрлі инновациялық әрі тәрбиелік жобалар атқарылуда. Мәселен, жас прокурордың көмекшісі жобасы оқушылардың құқықтық мәдениетін арттырса, ал ақылды мектеп жобасы цифрлық технологиялар мен энергия үнемдеуді үйретеді. Және AI ұстаз жобасы келешектің оқушыларына келешектің жи ұстазы арқылы киберәлемге қадам бастырады. Сондай-ақ Технопайм ұстаз жобасы келешек мектептерінің ұстаздар қауымына заманауи жи технологияларды білім беру процесінде пайдалануды үйретеді. Келешек Network білім берудегі серіктестік пен желілік ынтымақтастық алаңы. Сүлеймен Демирел университеті және Алматыдағы инновациялық орталықтармен меморандумдарға қол қойылды. Cody Play және Қалан EdTech компанияларымен іскерлік байланыс орнатылды. Сонымен қатар Уздик, Устарт, Шоған Академи мұғалімдер дамыту орталықтарымен бірлескен жобалар көзделуде. Жаңа оқу жылы, жаңа мақсаттар мен міндеттер кезеңі. Робототехника, STEM, AR, VR, AI барлығы келешектің тұлғасын заманмен үндестіріп тәрбиелеуге арналған. Алайда келешек тек технология емес. Бұл тамыры терең тәрбие алаңы. Себебі бұл мектептерде оқушының серігі мен бағыттаушысы болатын soft skills пен менторлықты ту еткен жаңашыл ұстаздар қызмет етеді. Мектептерімізді кемел ұрпақтың алтын ұясына айналдырайық. Назар аударғандарыңызға рахмет. Жаңа оқу жылымызға сәттілік тілеймін.